Сәлеметсіздер ме 10 сынып оқушылары 3-ші тоқсан бойынша алынатын көп мүшелер бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың жалпы нұсқасын түсіндіретін боламын. Оқушылар қажет болса каналымда алгебра пәнінен бөлек физика пәнінің БЖБ және ТЖБ талдау сабақтары бар, каналға өтіп қажетті сабақтарды қарасаңдар болады. Ал енді оқушылар, бұл БЖБ-да 3 тапсырма беріледі және жалпы балл саны 13-ке тең. Бірінші тапсырмасы астында мұнда мінеки осындай көп мүше берілген екен. Осы көп мүшесін x азайтылған 1-2 мүшесіне бұрыштап бөлу арқылы бөліндіні табыңыз. Ал Б-сында осы көп мүшесін толықтай көбейткіштерге жіктеңіз. Ал С тапсырмасында теңдеуін шешіңіз. А тапсырмасы бойынша мұндағы берген көп мүшені x азайтылған 1-2 мүшесіне бөлеміз. Мұнда біз 2 мүше болғандықтан мұнда 2 мүшеден қайырамыз. Мұндағы x куб екен. X куб шығу үшін біз x квадрат береміз. Енді көбейтеміз, x-ке көбейтеміз x квадратты, x куб болады. Мұнда минус b-ді көбейтеміз x квадратқа, сонда минус x квадрат болады. Енді азайтамыз. Мұнда мына екеуі қысқарады. Минус 2x квадрат азайтамыз. Минус x квадратты, мұндағы 2 минус плюс болады, сонда минус x квадрат қалады. Енді мұндағы минус 11x-ті түсіреміз. Енді мұнда біз мұнда x квадрат шығу үшін минус x-ті береміз. Екеуін көбейтеміз. X квадрат плюс x болады. Мұнда азайтамыз. Мұнда x көбейтеміз минус x-ке, x квадрат болады. Мына екеуі қысқарады. Сонда минус 11x азайтылған x, сонда минус 12x болады. Енді плюс 12-ні түсіреміз. Енді мұнда бізде минус 12x шығу үшін минус 12 береміз. Сонда көбейткен кезде минус 12x қосылған 12 болады. Минус 12x қосылған 12-ден азайтамыз. Минус 12x қосылған 12-ні, сонда 0 болады. Сонда бұрыштап бөлген кезде x квадрат минус x минус 12 болады. А тапсырмасы бойынша мұндағы берген көп мүшені x азайтылған 1-ге бөлген кезде мінеки мынадай көп мүше шықты. Екеуінің көбейтіндісі мінеки осы көп мүшені береді. Енді осы берген көп мүшені толықтай көбейткішке жіктейміз. Енді мұндағы мына 3 мүшені көбейткіштерге жіктейік. Енді дискриминант есептейміз. Мұнда бізде a 1-ге тең, b минус 1-ге тең, s минус 12-ге тең. Минус 1-ді квадраттаймыз. Минус 4 көбейтілген 1 көбейтілген минус 12. Мұнда квадраты 1 болады. 2 минусты көбейткен кезде плюс болады. 4 12 көбейтеміз. 48 1-ге қосамыз. 49 болады. x1 мен x2-ні табатын болсақ, минус b бізде b минус 1-ге тең 1 болып түседі. Плюс минус түбірасында 49 бөлінген 2 көбейтілген 1. Сонда 1 қосылған плюс минус 7 бөлінген 2 тең болады. Мұнда бізде бірден азайтамыз. 7-ні минус 6, 2 бөлеміз минус 3 болады. Мұнда 2-ні қосамыз, 2 бөлеміз 4 болады. Сонда x квадрат минус x минус 12 тең болады. X азайтылған 3-ке, мұнда бізде минус 1, сонда x плюс 3 болады. X азайтылған 4. Енді лайрасық болады. X куб минус 2x квадрат минус 11x қосылған 12 тең болады. X минус 1-дің өзін түсіреміз. Енді мынау көп мүшенің орнына мына екеуінің көбейтіндісін қоямыз. С тапсырмасы бойынша мұндағы берген теңдеуді шешеміз. Ол үшін
мына көпмеше мінекей мынаған тең болды. Сонда x азайтылған 1 тең 0 деп аламыз. X қосылған 3 тең 0 деп аламыз. Және x азайтылған 4 тең 0 деп аламыз. Сонда x1 бізде тең болады 1-ге. x2 тең болады плюс 3-ті минус 3 етіп ауыстырамыз. Ал x3 тең болады 4-ке. Жауабы 1, минус 3 және 4. Келесі екінші тапсырмада мұндағы берген теңдеуінің түбірлері альфа минус 3 альфа және альфа қосылған 3. Жалпыланған вектор масын қолдана отырып, альфа, p және q мәндерін табыңыз. Бізге мынадай теңдеу берілген. Мұндағы x1 альфаға тең, x2 минус 3 альфаға, ал x3, яғни үшінші түбірі альфа қосылған 3-ке тең. Бізге табу керек альфаны, p-ны және q-ді. Енді жалпыланған век теоремасын жазатын болсақ, x1, x2 және x3-ті қосатын болсақ, ол тең болады мінекей мына өрнекке. Яғни мына санға. Бізде минус 5 болатын болса, қарама-қарсы таңбамен аламыз. Енді x1 мен x2-ні көбейтіп, x2 мен x3-ті көбейтіп, және x1 мен x3-ті көбейтетін болсақ, ол тең болады p-ға, яғни мынаған тең болады. Енді осы үшеуін көбейтетін болсақ, яғни 3/1-ін көбейтетін болсақ, ол тең болады минус q-ға. Енді осыларды қолданып, мұндағы альфа, p және q-ді есептейміз. x1, x2, x3-ті қосқан кезде тең болады 5-ке дедік. x1 дегеніміз мінекей бізде альфаға тең. Альфа қосамыз минус 3 альфаны, қосамыз альфа қосылған 3-ті. Енді ықшамдайтын болсақ, яғни ұқсас мүшелері біріктіретін болсақ, минус 3 альфа, мұнда альфа, 2 альфа болады, минус альфа тең болады 5 азайтылған 3-ке. Сонда минус альфа тең болады 2-ге. Альфа тең болады минус 2-ке. Енді екіншісі мынаны қолданып p-ны есептейміз. x1 мен x2-нің көбейтіндісі қосамыз x2 мен x3-тің көбейтіндісін, қосамыз x1 мен x3-тің көбейтіндісін тең болады p-ға. Енді x1-ның орнына альфаны, x2-нің орнына минус 3 альфаны аламыз. Қосамыз минус 3 альфа көбейтілген альфа қосылған 3. Мұнда көбейтетін болсақ, минус 3 альфа квадрат болады. Мұнда минус 3 альфа квадрат минус 9 альфа болады. Мынаны жеке-жеке көбейтеміз. Қосылған альфа квадрат қосылған 3 альфа болады. Енді ұқсастарын біріктіреміз. Минус 3 альфа квадрат, минус 3 альфа квадрат, альфа квадрат коэффициенттерін қосамыз. Сонда минус 6, сонда минус 5 альфа квадрат болады. Мұнда минус 9 альфа, 3 альфа, минус 6 альфа болады. Альфа бізде минус 2-ке тең еді, енді соны қоямыз. Мұнда квадраттаймыз, 4 болады, 5-ке көбейтеміз, минус 20 болады. Мұнда минус 6 мен минус 2-ні көбейтетін болсақ, плюс 12 болады. Сонда бізде p тең болады екен, минус 20 плюс 12 минус 8-ге тең болады. Енді үшеуін көбейтіндісін есептейік.
x1, x2, x3-ті көбейтетін болсақ, тең болады минус q-ға. x1 бізде альфаға тең, көбейтеміз. x2 минус 3 альфаға тең, көбейтеміз. x3 бізде альфа қосылған 3-ке тең. Енді көбейтеміз. Мұнда екен көбейтетін болсақ, минус 3 альфа квадрат болады. Оны көбейтеміз альфа қосылған 3-ке. Енді көбейтсек, минус 3 альфа куб минус 9 альфа квадрат. Енді орнына қояқ, минус 3 минус 2-ның кубы минус 9 көбейтілген минус 2-ның квадраты. Сонда бізде мұнда минус 8 көбейтеміз. Минус 3-ке 24 болады. Мұнда бізде 4 көбейтеміз. Минус 9-ға минус 36 болады. Мұнда бізде минус 12 болады. Минус 12 тең минус q-ға, сонда q тең болады екен 12-ге. Келесі үшіншісі px көп мүшесі берілген. Px тең 2x куб қосылған ax квадрат қосылған bx минус 6. Мұндағы a және b тұрақты сандар. X қосылған 1 2 мүшесі px-ің бөлгіші және px-ті x минус 2 бөлгенде қалдық. 12-ге тең екені белгілі. Безу теоремасын қолдана отырып a және b мәндерін табыңыз. Оқушылар, бірінші жаңағы x қосылған 1-ді 0-ге теңіп аламыз. Сонда x тең болады минус 1-ге. Енді мұнда кеп қоямыз. 2-ні көбейтеміз минус 1-дің кубына. Қосамыз, a-ны көбейтеміз минус 1-дің квадратына. Қосамыз, b-ны көбейтеміз минус 1-ге. Минус 6 тең 0 деп аламыз. Енді мұнда минус 1-дің кубы минус 1-ге тең, 2 көбейтеміз минус 2 болады. Мұнда бізде квадраты 1-ге тең болады, a-ның өзі жазылады. Мұнда минус 1-ді b-ға көбейтетін болсақ, минус b болады. Минус 6 тең болады 0-ге. Енді a минус b тең болады. Минус 2, минус 6, минус 8 болады. Теңдіктің оң жағына плюс 8 болып ауысады. Енді екіншісінде x минус 2-ні тең 0 деп аламыз. Сонда бізде x тең болады 2-ге. Мұнда бізде қалдық 12. Енді бұлай аламыз. Мұнда кеп қоямыз. 2 көбейтілген 2-ның кубы қосылған a көбейтілген 2-ның квадраты қосылған b көбейтілген 2 минус 6 тең 0-дің орнына қалдықты қоямыз. Енді есептейтін болсақ, мұнда кубы 8 болады, 2 көбейтеміз 16. Қосу 4a болады. Мұнда қосу 2b. Мұнда бізде минус 6-ның өзі түседі, тең болады 12-ге. Енді 4a қосылған 2b тең 12. 16 минус 6 10 болады, минус 10 болып ауысады. Бұдан келіп бізде 4a қосылған 2b тең болады 2-ге. Барлығын 2-ге бөлсек болады, сонда 2a қосылған b тең болады 1-ге. Енді мұнда бізде a минус b тең болды 8-ге. 2a қосылған b тең болды 1-ге. Енді жүйе етіп аламыз да, a мен b-ны табамыз. Осы жүйеден
А тең болады 8 қосылған Б-ға. Енді мұндағы А-ның орнына 8 қосылған Б-ны әкеп қоямыз. Жақшаны ашамыз. 16 қосылған 2Б қосылған Б тең болады 1-ге. Мұнда екеуін қосатын болсақ 3Б болады, тең болады 1 азайтылған 16-ға. 3Б тең болады минус 15-ге. Одан келіп Б тең болады минус 5-ге. Екеуді 3 деген санға қысқарады. Сонда А тең болады 8 қосылған Б еді. 8 қосылған минус 5 тең болады 3-ге. Сонда жауабы А тең 3-ге, Б тең минус 5-ге. Түсінбеген есептерің болса пікірге жазып қалдырсаңдар болады. Каналға жазылуды, лайк басып, жеке өздерінің пікірлеріңді қалдыруды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.